Соңғы сәлемдесу ортада Тараз мемлекеттік университетінің құрамасы. Қызыма, сен қалаларды араладың, мен шақырған жерге келе алмадың. Келе алмағаның жақсы болды, мен де бара алмадым. Бақ, бір балаға. Бір бала вандада қырынды, одан кейін душқа барып жуынды, гүлін алып қызына бара жатыр, ал қыз болса бықсып ұйықтап жатыр. Менкі досыма, бір топ бала жиналып, ұрып кетті снопдокты. Бір бұрышта қиналып жеп тұрды мен хот-догты. Қыс келіп, күн суытты, қарда жауды. Апам қорадағы қатып қалған сиырды сауды. Сиырдан сүт шықпаған соң, сауып, астына от жағып, осын бөт шыспек көттен жерді. Бәріміз бардық жаннаға. Жанна отыр ваннада. Кіріп қалсақ ваннаға, ятай дедік жаннаға. Сомен әздері кезет берейік, біздің жігіттер 3D кинотеатрында қорқынышты кино көрісінде. Жігіттер ач киді кейк. Ач киді шешек үшін. Саламатсыздар ма? Қайырлы кеш. Ханымдар мен мырзалар, бүгінгі қоймен жүздесу бағдарламасына қош келдіңіздер деген келеді. Олай болса, бүгінгі біздің бағдарламамыздағы қонағымызбен таныс болыңыздар. Атыңыз? Баха. Ой, бәрекелді. Мынау, Қазақстан эстрадасындағы сүйіп тыңдайтын әншілеріңіз кім? Бахай. Мынау, сүйікті футболистіңіз кім? Бехам. Мынау, маған не тілейсіз? Бақыт. Мынау, елбасымыз айтып кетті. Мынау, елбасымыз болашағымыздың бірге қалайық деді. Мынау, экономикасы жайында не айта аласыз? Сұрақ ауыр болып кетті ма? Аха. Қарапайым автобуста болған оқиға. Так, түсетіндер бар ма екен? Қаншайын бет? Байтерек бар ма екен? Қайтеңіз, прайс сөйлеңіз, 65 теңге. Аға, жақсы. Мынау кім тағы? Қақтан түсесіз? Жөндеп айт, не дейсің? Сенің қарның емес, тірліктен май басып кетіпті ғой. Жөндеп айт, не дейсің? Түсінбейді. Кім баласысың сен? Шешембайдың баласымын. Кімнің? Шешембайдың баласымын, не? Точно баласысың ба? Анда-санда қызымын. Қызсың ба, баласысың ба? Білмеймін, не? Түрің мужикке ұқсайды деген. Бергел. Ош жерден түс болып бар. Ош жерден түс. Брат, но мен айылдам емес қой. Шешембайдың баласымын. Астана қаласы Думан океанариумда болған оқиға. Не деген? Мына балықты қырса. Аты қандай? Медуза. Медуза. Мә кәсім шалбар киіп алған медуза. Мына балық кем. Мына қой балық не ағып жүр? Мә саған. Мына кит ба? Кім ол мынау? Мынау. Таразың күбеншік емес, Олжас балаларың бар қайтып кет, не ағырсың? Қайтарға ақша жоқ. Ойна құдалар, жаздық шақты ескалар, биле құдалар, жүрмегіздер кеш қалар. Астана қаласында адасып қалған жігіт. Мен қаяқтан табам. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Байтерек қаяқта екен? Кім? Байтерек. Байтерек, тіке жүресің? Тіке жүрем. Соң кейін оңға бұрыласың. Оңға бұрылам. Соң кейін жүресің солға. Солға? Соң кейін ана жердің астымен өтесің, патекімен өтесің. Өтем. Абайлы аяғыңды бордюрға шабылама, аяғыңды көтересің, соң оңға қарай қарайсың, соң тіке тұрсаң, сояқта Байтерек тұр. Рахмет, брат. Аха, давай. Астана қаласының өте бір мәдениетті, сыпайы, ешкімге зияны жоқ жігітінің қызбен танысуы. О, қарындас. Не деген керемет едіңіз. Кешіріңіз, сізбен таныссам бола ма екен? 378 метр ары жүріңізші менен.
Не деген метр мынау, не деген метр? Қарындас, мен сіздің уақытымды алғаныма кешіре көріңізші мені, қарындас. Сізбен таныссам бола ма екен? Түрің онша емес, құрыш айнақа. Не деген сөз мынау, түрің онша емес деген. Жақсы көрем осы сөзді. Сізбен танысайыншы қарындас. Жуғаш деме, жуғаш! Жақындама маған! Не деген Айтқы болды ғой! Не деген соққы мынау, не деген соққы? Хабарлаушы, бері келіңізші, хабарлаушы. Не деп хабарладыңыз, мені айтыңызшы. Өте сыпайы, өте мәдениетті, ешкімге зияны жоқ жігіттің қызбен танысуы. Мынаны көрді ме қызарғанда? Енді таразың бұзық, жүйкесі тосып кеткен бала деп хабарлашы. Алдарыңызда тараздың жүйкесі жұқарып кеткен бұзық жігітінің қызбен танысуы. Нұргүл, не болды? Нұргүл. Жания болғандықтан ыдыс-аяқ салдырламай тұрмайды. Алдарыңызда мақал мәтелмен ұрса беретін Жания. Жүр солай. Жүр. Елдің кеуін көрдің бе? Жұмыс істеп жүрейінде. Үйде жата берсін. Жалқаудың жаны тәтті, еңбектің наны тәтті деген. Әйелің жақсы болса басың төрге сүйрейді, жаман болса көрге сүйрейді деген осы екен. Сен маған айтып тұрсың ба бұны? Жоқ, ана камерадағы жігітке айтып тұрмын. Сен маған айтып тұрсың ба? Иә. Сен есің дұрыс па, е? Ей, әкеге қарап ұл өсер деген білесің ба? Балаңа берген тәрбиең осы ма сонда? Болды, кетем болды. Жаман қатын кетем деп қорқытады. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шықты деп саған айтылған сұрақ. Мақал. Маған айтып тұрсың ба сен соны? Иә. Сен Мақал айтсай. қандай тамақ тоқты, қайғысы жоқты аздырар адам баласын деген білесің ба сен? Оттан да ыстық. Бұның еш қатысы жоқ қой бұл жерге. Мақал таппасақ өлеміз ба? Түн, мама, папа, ана үйдегі 2 метрлік арқан жіп қайда? Не қыласың оны? Қазақта әбәден мақал бар ғой, атанаң жынды болса байлап бақ деген, жүріңіздер кеттік. Ойна құталар, жастық шақта еске алар, биле құталар. Кешіріңіздер, құдаша сәл ішіп алып жүріңіз, құдаша жүріңіз. Тараз қаласындағы қарапайым бір ұрлықтардың бірі. Қанша жемқорлықпен ойнайық, түбі жаман екен ұмытпайық. Басқа ұлтқа күлкі болмай, жемқорлықты қояйық. Болашақтың іргесін бірге қалайық. Алматы, Атырау, Ақтау, Ақтөбе, Шымкент, Қарағанды, Семей, Түркістан, Арыс, Қызылорда, бүкіл Қазақстан, ең сүйікті қала менің Таразым. Кездесеміз тарыда, әлі осы сахнада, қыздар бізді ұмытпа, қош бол сүйікті қала, сағынам қатты, ұмытпа сәтті, сау бол, сау. Тараз мемлекеттік